Сәлем баршаңызға, бүгін біз гойру лағман дайындаймыз. Бізге керегі жуа, морковь, перец, соя, укроп, фасоль, жұмыртқа, сарымсақ ұнтағы, салқын су, тұз. Енді қамырымызды бастайық. Ұнымызға тұзымызды сеуіп, жұмыртқамызды саламыз және салқын суымызды құйып біріктіреміз. Қамырымыз осындай болу керек. Осы қамырды мешочекқа салып, бұқтырамыз. Осы қамырымызды жаямыз. Үйренген қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, майлап қоямыз. Майланған қамырымызды көрсетілгенде иіліп, майланған ыдысымызға спираль тәрізді айналдырып қоямыз. Қамырымыздың үстіне мешочек жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жұқалатып илейміз. Иленген қамырымызды қолымызға жинап, ұра отыра созамыз. Қамырымыз осындай жіңішке әдемі болады. Енді суды дайындап, ысыған суымызға қамырымызды 1-2 минуттай қайнатып, салқын суға саламыз. Піскен қамырымызға сұйық май жаға отырып араластырамыз. Енді подливасын дайындайтын боламыз. Бізге морковь, жуа, перец, тауық еті, фасоль, укроп және сарымсақ ұнтағы керек болады. Барлық ингредиенттерді 4 бұрышта қылып тураймыз. Алдын ала қызып тұрған табамызға тауық етін салып қуырып аламыз. Сарымсақ қосамыз. Пияз қосамыз. Морковь бөліктерін қосамыз. Болгар бұрышын қосып жақсылап араластырамыз. Енді соямызды қосамыз. Фасолімізді қосып, қалауынша тұзбен бұрышымызды қосамыз.
Асымыз дайын болды. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Тіркелуге ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.